2023 жылдың ақпан айында Гонконгта болған бүкіл жұртшылықты қатыгездігімен және орасан зорлығымен таңқалдырған оқиғаны естідіңіз бе? Бұл қайғылы жаңалық көптеген адамдарға 2019 жылы шыққан және 4 Оскар сыйлығын алған «Паразит» фильмін еске түсіреді. Эбби Цой жас әрі талантты табысты қыз. Өнеріне көптеген адамдар қызыққанымен, өмірінің соңғы күнінде басынан өткен оқиғасы әлемді шошытты. Бұл видеоны соңына дейін қарап, әлемді таңғалдырған оқиғаны біле жүріңіз. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Асия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Бұл бейне ұнаса, соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Жас және табысты қыз Эбби Цой. Оның модельдік мансабы қарқынды дамып, өз жасында көптеген адамдар армандайтын тамаша өмір сүрді. Бірақ өкінішке орай, оның өмірге деген барлық жоспарлары орындалмай қалды. 2023 жылдың 21 ақпанда ол кенеттен жоғалып кетті. Ал бірнеше күннен кейін оның қалдықтары кастрюльдер мен тоңазытқыштан табылды. Эбби Цой Гонконгта әлемнің жетекші қаржы орталықтарының бірі саналатын қалада туып өскен. Бай және атақты отбасыдан шыққан. Оның ата-анасы үлкен құрылыс компаниясына иелік етті. Ал қызға өзіне ұнайтын нәрсені жасауға мүмкіндіктерді беріп отырды. Эббидің құмарлығы сән және стиль болды. Және көп ұзамай бұл бизнесте үлкен биіктерді бағындырды. Эбби әрқашан әлемнің жетекші сән басылымдарының назарында болатын. Ол үшін оның мансабы өте маңызды болғанымен, бірақ оның отбасысы әрқашан бірінші орында. 18 жаста ол бала кезінен дос болған Алекс Квангқа үйленді. Ол аз ауқатты отбасынан шыққан. Бұл ерлі-зайыптылардың 2 ұлы болды. Бірақ бұл неке ұзаққа созылмады. Алекспен 4 жылдан кейін ажырасып кетті. Бірақ Эбби Алекстің отбасысымен жақсы қарым-қатынаста. Ал балаларының әкесімен дос болып қалды. Екеуі жиі сөйлесіп, балалармен бірге уақытты жақсы өткізетін. Алекстің ағасы Энтони қызды Эбби әпке деп атайды. Тіпті оны өзінің жеке жүргізушісі ретінде жұмысқа алды. Өйткені ол ұзақ уақыт жұмыс таба алмады. Бұрынғы күйеуінің отбасысының жеке баспанасы болмады. Олар үнемі бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Сондықтан ізгі ниеттің белгісі ретінде Эбби Алекстің ата-анасына Гонконгтың беделді ауданынан 4 бөлмелі сәнді пәтерді сыйға тартты. Бұл пәтер оған өте қымбатқа шықты. Атап айтқанда $9 миллион. Ол сондай-ақ Энтониге де жеке үй сатып алуға көмектесті. Эббидің жақындарының айтуынша, ол әрқашанда айналасындағыларға қамқор болып жүретін. Қыз қайта тұрмысқа шықты, тағы 2 баланы дүниеге әкелді. Ал оның жұмысы қарқынды дамып, үнемі қомақты ақшалар келіп отырды. Ал Квонг отбасысына олардың саяхат ақысын төлеу арқылы қамтамасыз етуді жалғастырды. 2023 жылдың ақпан айында Эббиге ерекше мүмкіндік туды. Белгілі француз басылымында модель болып жұмыс істеу ұсынылды. Қыз әрине бұл мүмкіндікті жібермеді. Ол сән әлемінде осындай танымал журналға түсуді армандайтын. Сондықтан ойланбастан ұшақ билетін сатып алып, Парижге ұшып кетті. Эбби Париж қаласын тамашалап жүргенін, сән кумирлеріне тәнті болған бақытты сәттерін үнемі әлеуметтік желіде бөлісіп отырды. Бірақ дәл осы сәтте бір топ адамдар оны жабайы жолмен өлтіруді мұқият жоспарлағанын білмеді. Гонконгқа оралғаннан кейін Эбби бірнеше күн балалары мен күйеуімен бірге болды. 21 ақпанда Эбби балаларын мектептен алмағаннан соң барлығы оны іздей бастады. Оның бай және атақты екенін ескере отырып, полиция оны төлем үшін ұрланған деген нұсқаны алға тартты. Бірақ ұрлаушылардан туыстарына ешқандай талаптар мен қоңыраулар түскен жоқ. Тұрғын үй кешенінде бейнебақылау камерасын қарап шыққан детективтер Эббидің соңғы рет оның көлігіне мінгенін,
ал оның жеке жүргізушісі бұрынғы күйеуінің ағасы Энтони айдап бара жатқанын анықтады. Тергеушілер қызды табуға көмектесетін кез келген ақпаратты алу үшін бірден қыздың бұрынғы туыстарына барды. Бірақ Квонг отбасысының жауаптары күдікті секілді. Олар әдейі ізінен шатастырғысы келген сияқты әсер қалдырды. Детективтер ұялы байланыс операторынан Квонг отбасы мен Эби Цойдың телефон номерлері арқылы байланыс деректерін сұрады. Байланыс арқылы картада бірнеше нүктелерді біріктіре отырып, тергеушілер қыздың телефонын Тайпо деп аталатын ауданнан шығып тұрғанын анықтады. Бұл жер Эбидің соңғы рет болған жерінен арасы 30 километр шамасында. Ал GPS деректеріне сәйкес, ол жерде оның бұрынғы күйеуі, ағасы және әкесі де болған. 24 ақпанда полицейлер аудандағы үй-жайды тінтуге ордер алды. Іздеу кезінде олардың тапқандары қорқынышты түс секілді. Тіпті тәжірибелі сот медициналық қызметкерлері үшін де бұл сұмдық жағдай. Үйдің іші, сырты, қабырғалары, төбесі толығымен зерттеу үшін пленкалармен жабылды. Эбидің қызыл түсті сөмкесі жатын бөлмелердің бірінен табылды. Сонымен қатар олар қоқыс жәшігінен ет тартқышты, электр араны, кескіш пен балғаны тапты. Үй сыртындағы қоқыстан резеңке алжапқыштар мен ақ қорғаныш костюмдері табылды. Бұл қорғаныш құралдары әдетте сот медициналық сараптамасында қылмыстың ізін қалдырмау үшін қолданылады. Бірақ бұл жағдайда оларды өлтіруші пайдаланған. Ең қорқыныштысы тоңазытқыштан табылған адам аяқтары. Оның жанынан сәбіз бен көк пияз қосылған еттің сорпасы табылды. Талдаудан кейін бұл адам етінің сорпасы екені анықталды. Ал ең үлкен қазанда адамның басы болды. ДНК-ның нәтижесі қыздың туыстарының қорқыныштарын растады. Бұл қалдықтар шынымен де осы Эби Цойға тиесілі екені анықталды. Детективтердің болжамы бойынша бас сүйегінің артындағы тесік өлім алдында қыздың басынан ауыр металмен соғылған. Көшедегі бейнебақылау камерасына түскен жазбада бұрынғы күйеуінің пәтерден пластик қораппен қалай шыққанын көруге болады. Детективтер ол дененің жетіспей қалған бөліктерін осы қораптың ішіне салып шығарды деп есептеді. Гонконг полициясы бұл қорқынышты жерді тапқаннан кейін оларды ұстау үшін дереу Квонг отбасының үйіне барып, 65 жастағы бұрынғы қайын атасы мен жүргізушісі Энтониді тауып, офицерлер бірден қамауға алды. Эбидің бұрынғы қайын енесі де ұсталды. Ол дәлелдемелерден құтылуға көмектесті және сот төрелігіне кедергі келтірді деп айыпталды. Алайда Эбидің бұрынғы күйеуі Алекс еш жерден табылмады. Нағыз қарқынды іздеу енді басталды. Эби қоғамның ықпалды топтарының мүшесі болғандықтан, оның бірнеше бай достары Алексті ұстауға әкелетін кез келген ақпарат үшін қомақты ақша ұсынды. Бұл стратегия арқылы Алекс Лантау аралынан ұсталды. Ол жылдамдықты қайықпен қашып кетпек болған. Өзімен бірге сөмкесінде шамамен 70 000 ақш доллары. Сондай-ақ бір кездері Эби сыйлаған бірнеше алтын сағаттары болған. Ақырында бүкіл отбасы қамауға алынып, сот оларды кепілдік арқылы беруден бас тартты. Бұл оқиғадан кейін көпшілігінде сұрақ туындайды. Неге бұл адамдар қызды сонша зорлықпен өлтірді деп? Эби Цой бұл отбасыға мейірімді болды. Барлық есептері мен шығындарын төледі. Әдемі сәнді үй сыйлады. Бұл сұрақтың жауабы екі сөзбен ашкөздік пен азғындық деп айтуға болады. Детективтердің пікірінше, тергеудің ресми нұсқасына сәйкес, Эби Квонгтардың пәтерін сатуды жоспарлаған. Себебі бұл пәтердің ай сайын шығыны көп болды. Ал Квонгтар шығыны көп, табысы аз отбасы. Бұл ұсыныс оларға ұнамады. Эби басқа пәтер алу жолын да ұсынды. Бірақ онымен олардың ашуын баса алмады. Ал заңды түрде бұл пәтер Эби Цойға тиесілі. Ол кез келген уақытта бұл пәтерді қайтара алады. Квонгтардың ашкөздігі де қорқынышы да осы болған сияқты. Эби Парижде болған кезде Алекстер жабайы жоспар құрып, Тайпо ауданынан зорлық-зомбылыққа арналған құралдармен жабдықталған пәтерді жалдап, Эбидің 21 ақпанда Гонконгқа оралуын күткен. Қыз үйге оралғаннан кейін бірнеше күн өткен соң
тұрғын үй кешенінен шығып көлікке отырды. Жүргізуші оны балаларды алып кету үшін мектепке апаратынын айтты. Бірақ ол оны қала сыртына шығарып, бұрынғы күйеуі Алекс күтіп тұрған көлік туннельге тоқтап, Эббидің басын балғамен ұрады. Содан кейін ағайындылар оны әкесі күтіп тұрған жалдамалы пәтерге апарады. Ары қарай қорқынышты түс. Полиция қызметкерлері қалған дене бөліктерін тауып, сараптама жүргізді. Ал Квонг отбасысы өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Детективтер бұл отбасысын зерттеу кезінде олардың әрқайсысы да қандай да бір қылмыс түрін жасағандығы анықталды. Энтони мен Алекс алаяқтық жасаған, ал әкесі билігін асыра пайдаланып алаяқтық жасағаны үшін полиция қызметкері жұмысынан босатылған. Әлеуметтік желіде бұл отбасы туралы ең сорақы сөздер мен пікірлер жазылған. 4 адамнан тұратын бүкіл отбасы бірге қалай қылмыс жасайды деген жауапсыз сұрақтар да бар. Бұл видео сіздерге әсерлі әрі қызықты болды деп сенемін. Егер шынында да ұнап жатса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.